заманауи жаңағы имам деп жатады ғой. Осы әлеуметтік желімен жақсылап, кішкене көбірек түсіндіру керек шығар. Мен өте риза болдым кешегі президентіміздің айтқанына, бірақ бұл жерде бір алтын жіп бар. Сол жіпті қатты тартып үзіп алмау керек. Біздің халық өзі қатты әсіре діншілдікке кетіп, барлығы бірыңғай намаз оқып, немесе барлығы исламизацияға өтіп кетпеу керек. Мәселе осыда. Өзінің бір алтын бір жұқа діңгегімен ұстай білу керек. Ата-бабамыз қалай алып келді? Салтпен, дәстүрмен, санамен, үрдіспен, ұшақ ауыз сөзбен болмайды, ұят болады, жаман болады деп балаларды тәрбиелеп, мұсылмандықтан ұзатпай, қатты әсіре діншілдікке жықпай, ортасында әдемі алып келді. Бір жағы ұлттың шынайы қазақи патриот қып тәрбиеледі, ұлт жанды қып тәрбиеледі, мүмкін жанашыр қып тәрбиеледі. Сол нәтижесінде бүгінге жеттік. Енді біз қазір бүгінгі таңның жастары бірыңғай не діншіл болып кетеді, өздеріңіз көресіз, не атеизмнің түбіне түсіп, кәдімгі барлығынан жоқ, ата-бабамыздың дәстүрінің бәрі қате, салттық қате, немесе батыс етіне қарай еліктеуіміз керек деген сияқты мәселені уәжді алға тартады. Сондықтан айтқан болар едім, қазіргі біздің осы басшыларымыз мынау Қазақстанның зайырлы мемлекет екенін ұмытпауымыз керек осы жерде. Бұл жерде президентіміз айтты деп, бірыңғай бәрін намазға жығып, мешітте уағыз айтып кетпеу керек те барлық жерде. Яғни арбаны да сындырмайтын, өгізді өлтірмейтін бір шешім біз кешегі өткен бабаларымыздың тәжірибесін күнімізге алып келуіміз керек. Салтты, сананы, рухани құндылық деп президентіміз асын сызып айтты. Рухани құндылық. Бұл ең маңызды нәрсе. Бұл әсіре діншілдік емес. Яғни барлық жерде бәріміз намаз оқып, мемлекеттің тірлігі қалып, үкімет елдің тірлігі қалып қалмау керек. Мәселе осыған келіп тұр. Ол құлшылық, намаз, ол сенің жеке тірлігің. Бірақ мемлекет даму керек. Ғылым, білім даму керек. Жастардың оқу білімі даму керек. Сондықтан осы иманды, бұл халқымыз бәрі иманды, біздіңше қазақ халқы. Сондықтан осы иманды халқымыздың иманын әрі қарай өрбітіп, меніңше бір белгілі бір